Қайырлы күн, мен Ақанова Азире. Мен зерттеу жұмысының тақырыбы шығыстың жарық жұлдызы деп аталады. Ол режиссер, актер және де ақын Рүстем Есдәулетовке арналған. Рүстем Есдәулет шығыс Қазақстан өнерінің дара тұлғасы. Ол өмірін сахнаға, шығармашылыққа арнаған жан. Ол өз еңбегімен театрдың дамуына зор үлес қосты. Мен тұрған бұл театр оның асыл арманы еді. Өкінішке қарай бұл театрды ол көре алмады. Дегенмен оның арманы орындалып, бұл театрда оның рухы мен еңбегі тері сақталған. Сәлеметсіз бе, Руслан аға? Сәлеметсіз бе? Мен сұрағым, ол Рүстем ағамен қай кезден таныссыз? Мен Рүстем ағамен екеуміз тетелес ағайынды болғаннан кейін туғаннан бері деп айтуға болады. Ол менен 1 жасқа үлкен болатын. Содан етене екеуміз егіз қоздай бала кезімізде бірге өскенбіз. Сондықтан Рүстем ағамен өмір бойы таныспын. Өмірінің басынан бастап таныспын. Келесі сұрақ, театр тарихында Рүстем Оразбайұлының орны қандай болды? Рүстем Оразбайұлы Есдәулеттің театр тарихында, жалпы Шығыс Қазақстан облыстық театр тарихында орны өте орасан зор болған, терең. Адам 100 жыл өмір сүріп, артынан із қалдырмайтын кезеңдер болады, адамдар болады. Ол өзі небәрі 31 жас өмір сүріп, соңынан көп нәрсе із қалдырды тарихта, осы театр тарихында, осы қазақ театрының бастамасы ретінде соңынан қалған 25-тен астам қойылымдары қалған. Ол қойылымдар халықаралық деңгейде фестивальдерге қатысып, үлкен жүлделі орындар алған. Және де бұл қазақ театрының өркендеуіне әбден үлкен бір қомақты бір орын алған, өзінің жаңағы ізін қалдырған Рүстем ағам деп айтуға болады, ауыз толтырып айтуға болады. Өйткені оның оқыған, бітірген оқуы, алған тәжірибесі, одан алған жаңағы ұстаздары өте еліміздегі үлкен азаматтар, Маман Байсеркенов, Асанәлі Әшім сияқты ағаларымыздан, тұлғалардан білім алған. Сонау Ресей Федерациясынан да көптеген Додин сияқты мықты әлем бәйгілі режиссерлардан тәлім-тәрбие алып, тәжірибе алмасып, сондай бір театрның өркендеуіне, қазақ театрының өркендеуіне әбден бір үлесін қосқан азамат ағамыз. Бүгінгі таңда жастардың бойынан Рүстем ағаның қандай қасиеттерін көргіңіз келеді? Өте орынды сұрақ. Жаңа айтып отырмын ғой, жоғарыда Рүстем бала кезімізден бірге өскенбіз деп. Мен оның балалық шағындағы жаңа кезеңді өте жатқа білемін. Бірге өстік, бірге доп тептік деген сияқты. Енді қазір соңғы кезде жастарымыз көбі гаджет, телефон, интернет, соцсет содан ғана содан ғана шықпайды да, кітап оқымайды көбі. Мен айтарым. Ал Рүстем болатын болса, біздің балалық шағымызда, соны 5-6 класста оқып жүр. Ол бізбен бірге футболында, хоккейінде ойнап үлгеретін. Бірақ дегенмен ол кітапты көп оқитын, өте көп оқитын кітапты. Кез келген тақырыпта, ол қызығушылықпен оқитын. Ол кітап оқыған кезде соның ішіне енетін, сол образға кіретін, сол кітаптың біте қайнасып, соны кітапты бітірмейінше, сол оқып бітірмейінше қоярға жерін таппай кейде болатын бір
кішігірім балалар жиналатын жерлерге өзі келмей, өйткені ана кітапты оқып бітіру деген сондай талпыныс қатты болатын. Онда қазіргі жастарға айтарым, қазір заманауи сай ол жаңағы мынандай соцсет, инстаграм, тикток дегендермен қатарласа жүріп, кітап оқуды ұмытпау керек. Кітап оқысам көбірек сондай негізі Рүстеммен мен ұштастырып айтатын дүнием. Кітап көбірек оқысын. Сол айтарым. Енді ол Рүстемнің ерекшелігі ол ұқсамау. Анау жаңағы трафарет дейміз ғой. Трафаретный болмау, ерекшеленіп тұратын өзі. Жүрген жерде бір революция шығарып, өзгеше, ұқсамай, эксперименталды, даже мына кейінгі бір қойылымы болған Александр Пушкиннің желісімен жазылған, ол Абайды екеуін ұштастырып, бір үлкен керемет бір қойылым қойған. Ол жерде жаңағы бассейн, батпақ деген сияқты сондай дүниелерді ешкім қоймаған, ондай болмаған, сондай нәрселерге өте батыл баратын соған. Ерекшеленіп тұратын, сонысымен ерекшеленіп тұратын. Рүстем Оразбайұлының ең бағалы қасиеті қандай деп ойлайсыз? Біз енді Рүстеммен жаңа айтып отырмыз ғой, әріптес болдық, бір таң демде жүрдік, бір жұмыс барысында жүрдік. Екеумізді қосатын өнер болды ғой, қызығушылық болды. Мынау Рүстемнің ең бір жақсы қасиеті еш уақытта менде жоқ, сенде бар деп адамды бөлмейтін қасиеті болды. Біз енді отбасымызбен араластық, бір-бірімізді жақсы білдік. Енді қатты дос болмасақ та әріптес ретінде бір-бірімізді қатты сыйладық. Шындығын айтқан кезде, жастар келген кезде жастарға айтып отыратын, ертай ағаларың деп. Сол жағынан адал болдық, өнерге адал болдық. Мен ең бір жақсы көретін қасиетім, өзімді айтатын, театрда адалдық керек та, бір-біріңе сенім керек. Рүстем аған сенді, әрбір рөл берген сайын сенетін да. Өйткені оның сондай бір қасиет бар, сенсең жұмыс береді да, сенбесең ол тартыншықтап тұрады. Сондықтан Рүстемнің адалдығы, сол сенгіштігі болды маған деген. Бір-бірімізге деген адал жүрегімізбен жұмыс барысында, ол енді жұмыс барысында реніш болуы мүмкін, бірақ еш уақытта көңілге қатты келетін сөз айтпайтын. Енді өзім ойымда, өзім пікірім. Сондықтан біз бір-бірімізді өнерде жүрген дос ретінде, өнерде жүрген қасиетіміз, тазалығымыз үшін бір-бірімізді жақсы көрдік. Сол адалдығымызды әрқашан ұмытпаймыз. Өйткені Рүстемнің дүниеден өткеннен кейін Рүстем атындағы жүлдені ең алғаш мен алғам. Енді үлкен қазақ театрының ішінде маған бұйырды, кейін де мақтанам. Бірақ енді ол жүлде емес қой. Адам деген бір-біріне достық іздеп тұршы еді. Жаңа айттым ғой, мен көп жұмыс істелмей қалды. Мен енді өзі Рүстем айтады, ертай таз ит секілді деп. Ана иттің өзі формасын сақтайды ғой. Мен театрдағы ең Рүстем қасында жүрген форманы сақтайтын әрқашан. Қандай спектакль болсын, формада жүремін, ізденіс үстінде жүремін. Сол үшін жақсы көрді мені. Өзі бірақ көп актерлардың бетіне сен осындай адамсың деп айтпайтын. Басқа жерде жоқ кезде мақтайды, көзінше көп айтпайтын, бірақ сыйлап тұрды. Отбасымызбен бала шағасын жақсы білдік, араластық дегендей. Жұмыс барысында бір-бірімізге адал болдық.